Баршаңызға сәлем достар, каналға қош келдіңіздер. Сіздермен Ақбота. Бүгін сіздермен еттің қамырын илеу, жаю және мұздатқышта қатыру әдісімен бөлісетін боламын. Бұл қамырды тек ет тағамына ғана емес, сонымен қатар нан, салма, пельмен, манты сияқты тағамдарға қолдана берсеңіздер болады. Ал ендеше қамырымызды илеуді бастаймыз. Ол үшін салқын суымызға 1 шай қасық толтырып, тұзымызды салып, жақсылап тұзы ерігенше араластырамыз. Електен өткізілген ұнымыздың ортасын осылай ойып, 2 жұмыртқамызды саламыз. Жұмыртқа менде сыбыр тобындағы жұмыртқа және де 1,5 ас қасық сұйық майымызды және де дайындап қойған тұзды суымызды құйып, қатты қамыр илейміз. Барлық суымызды осылай құя салдым. Енді қолымызбен қатты баса отыра қамырымызды илеп алатын боламыз. Бастапқыда бірікпейтін сияқты болады, бірақ қолдарыңыздың күшін сала отыра, артық су құймай осылай қатты қамыр илеп аламыз. Осылай илей берсеңіздер, басының барлығы бірігетін болады. Осындай жайпақ жерге қойып аламыз да, қолымызбен қатты баса отыра, ешқандай түйіршік қалмайтындай етіп, жақсылап қамырымызды илеп аламыз. Мендегі ұн эталон ұны жоғары сұрыпты. Енді осы қамырды өлшейтін боламыз. Менде 968 грамм қамыр шықты. Осыны теңде 2 бөлікке бөліп аламыз. Бізге жаюға ыңғайлы болу үшін орташа осындай 2 күлше қамыр шығады. Мен шамамен 480 граммнан осылай теңде 2 бөлікке бөліп алдым. Және де қамырларымызды жақсылап күлшелейміз да, салафан қалташасына салып, жарты сағатқа иін қандыруға қоямыз. Менде үйдің жұмыртқасын қолданғандықтан осындай сап-сары қамырлар болып тұр. Сіздер магазиндікін қолдансаңыздар, бұлай сары болмауы мүмкін. Жарты сағат уақыт өткеннен кейін қамырларымызды алып, тағы да баса отыра күлшелейміз да, шамамен 15-20 минутқа салафан қалташасына салып қойып қоямыз. Сонда бізде тұру уақытысы 40-50 минутты құрайды. Сол кезде біздің қамырымыздың иі жақсы қанып, жаюға оңай болатын болады. Тура осы әдіспен жасай отырып, сіздер дайын жайма қамырды сату арқылы үйде отырып табыс тапсаңыздар да болады. Және де кез келген уақытта алып, кез келген тағам түріне қолдансаңыз да болады. Өте ыңғайлы. Енді біздің иі қанған қамырымызды алып, бастапқыда осылай жұдырығымызбен жақсылап басып аламыз. Сіздің қамырыңыздың доп-домалақ, әдемі жаюлы осы басқанға да байланысты болады. Сондықтан домалақ етіп, осылай жақсылап жұдырығымызбен басып, кейін оқтауымыздың көмегімен кішкене жұқартып алатын боламыз, видеода көрсетілгендей. Міне осылай. Осылай кішкене жұқартып алғаннан кейін ұн себе отыра, оқтауымызға қамырымызды орап, қамырдың 2 шетін баса отыра, қатты салмақ салмай, сағат тілмен айналдыра отыра, қамырымызды жайып алатын боламыз. Қамырдың жақсы жайылуы тікелей иленуіне және иінің қануына байланысты, сондықтан міндетті түрде қатыратын болғандықтан қамырымызды қатты ғып илеп және де июін жақсылап қандырыңыздар. Жалпы етке қамырды қатты жұп-жұқа етіп жаюдың қажеті жоқ, сондықтан қатты жұқалап жібермейміз. Осы жайылған қамырды бірден пайдалануға болады, немесе мұздатқышта қатырып қоюға да болады. Қатыру жолын қазір сіздерге көрсететін боламын. Ол үшін бізге базардан осындай метровый рулон деп аталады, соны алсаңыздар болады, немесе осындай сырт киімдердің сыртына қапталатын 1 реттік салафандарды аласыздар. Чехлы для одежды деп сұрасаңыздар береді. Осының бас жағын және бір шетін жайып, столымыздың үстіне үлкен қылып жайып алатын боламыз.
Үстіне кішкене ғана қатты көп емес ұн сеуіп жібереміз. Енді осының үстіне қамырымызды жаямыз. Бүтінде қалпында, осылай домалақ қалпында жайып алатын боламыз. Және де міндетті түрде сіздердің салафандарыңыз біздің қамырымыздан үлкенірек болуы қажет. Қамырымыздың үстіне де кішкене ұн себеміз. Екі шетін осылай видеода көрсетілгендей міне жабамыз. Енді қараңыздар, ортасына қарай қамырымызды бүктейміз. Сол кезде мына салафаны тұру қажет. Барлық шеті салафанмен бүктелгенде жабылып тұратындай болу қажет. Ауасы кіріп кетпес үшін екінші шеттерінде осылай әдемілеп жауып, осылай өздеріңізге ыңғайлы етіп бүктеп қоясыздар. Осыны мұздатқышта қатыруға қойған кезде қоятын жеріміз түзу болуы қажет. Түзу жерге қоясыздар. Міне осы қалпында қатырып қоясыздар. Осы жайма қамырларымызды қолданатыннан бұрын, жарты сағат бұрын мұздатқыштан шығарып қоямыз. Менде қатып тұр. Енді осыны үй температурасында жібітуге қоямыз. Бір 15-20 минут өткеннен кейін видеода көрсетілгендей осылай ашыңқырап қоясыздар. Байқасаңыздар да ешқашандай да сынбайды, үзілмейді, осылай қалпында болады. Бұл әлі өз қалпына келген жоқ. Өз қалпына келген кезде жаңа жайылған қамыр сияқты осылай болып тұратын болады. Осы кезде қалаған тағамдарыңызға қолдансаңыздар болады. Түсінбеген сұрақтарыңыз болса, комментарийға жазып сұрасаңыздар болады. Барлығына жауап беретін боламын. Міне мен сорпаға салдым. Ешқандай да езілмей, дана-дана болып түсетін болады. Видео ұнаса каналға тіркеліп, лайк басып, қоңырау белгісін басып қойды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Ақбота, назарларыңызға көп-көп рахмет.